Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет, және де мен сіздерге өз каналымда шетелде тегін білім алу, шетел университеттеріндегі гранттар туралы, сонымен қатар стажировка және тағы да басқа өте пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Алда сіздерді өте пайдалы әрі қызықты ақпарат күтіп отыр. Және де бүгінгі видеоға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Келесі видеода сол сұрақтарға міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал бүгін мен сіздерге студенттерге арналған Global Undergraduate Exchange Program деген бағдарлама туралы айтқым келіп отыр. Бұл бағдарламаға Қазақстанның кез келген университетінде, кез келген мамандық бойынша оқып жүрген 4-ші курс студенттері қатыса алады. Неліктен 4-ші курс студенттері? Себебі бұл бағдарлама тек қана бір семестр ғана Америкада оқуға мүмкіндік береді. Яғни бір семестрін сіз Америкада оқысаңыз, соңғы семестрді Қазақстанға қайтып, осы Қазақстанның университетінде біліміңізді аяқтауыңыз қажет. Менің ойымша бұл тамаша мүмкіндік, себебі сіз тегін бірнеше ай ақш-та оқып, біліміңізді жетілдіріп, өз мамандығыңыз бойынша ағылшын тіл деңгейіңізді көтеріп, сонымен қатар ақш мәдениетімен жақын танысасыз. Сонымен қатар өзіңізге ағылшын тілді бүкіл әлемнен, бүкіл дүние жүзінен достар табасыз. Өзіңіздің ортаңызды білімді, жан-жақты, көз ашық, көкірегі ояу жандармен толықтыратын боласыз. Бұл бағдарламаға қатысу үшін құжат қабылдау уақыты 5 қаңтарда 2021 жылдың басталып кетті. Сондықтан да егер осы бағдарламаға қатысам десеңіздер, асығыңыздар. 2021 жылдың 28 ақпанына дейін барлық құжаттарды өткізіп, онлайн анкетаны толтырып үлгеруіңіз қажет. Және де менің сіздерге кеңесім, қандай да болмасын бағдарламаға қатысатын болсаңыздар, құжаттарыңызды неғұрлым ерте тапсырған абзал. Себебі бұл ең бірінші құжат жібергендер ең бірінші қаралады және ең бірінші іріктелетінде солар. Бұл бағдарламаға қатысу үшін не істеу қажет және де оған қандай құжаттарды дайындау қажет, осыған тоқталып өтейік. Ең алдымен сіздер бұл бағдарламаның сайтына кіресіздер. Бұл бағдарламаның сайты менің видеомның астында сілтеме болады. Сол сілтеме арқылы өтіп онлайн анкета толтырасыздар және де бағдарламаға қажетті құжаттарды тағы да бір шолып өтсеңіздер болады сол жерде. Барлық ақпарат ағылшын және орыс тілінде көрсетілген. Өзіңізге қай тіл ыңғайлы, сол тілде ақпаратты ала аласыз. Және де ең алдымен өзім сөзім басында айтып өткендей, онлайн анкетаны толтырасыздар. Онлайн анкета толтырғанда барынша жауап нақты әрі шынайы болу керек. Екінші, бұл мотивациялық хат және эссе. Бұл мотивациялық хат пен эссеге қатысты да анкетаңызда сіздерде өзінің талаптары көрсетілген. Яғни ол жерде қанша сөз болу керек, қанша бет болу қажет, және де қандай сұрақтарға жауап беруіңіз қажет деген секілді талаптар болады. Сол талапты 100% сіз орындауыңыз қажет. Себебі бұл өте маңызды. Егер бұл талапқа сіз сай болмасаңыз, мәселен сізге 2 беттен мотивациялық хат 2 беттен аспау қажет десе, бірақ сіз 4 бет жазсаңыз, ол тіпті қаралмауы да әбден мүмкін. Үшіншіден, сізге рекомендательный хат дейміз, яғни сізге мінездеме беретін 2 адамнан мінездеме хат келу керек. Оның біреуі міндетті түрде сізге университетте сабақ берген профессор, мұғалімнің ағылшын тіліне аударылған мінездеме хаты болу керек. Екіншісі, ол сізді жақсы білетін, сізді тұлға ретінде сипаттай алатын, мінездеме бере алатын адам болу керек. Бірақ мынаны ескеріңіздер, ол сіздің туысқаныңыз, отбасы мүшеңіз немесе сіздің жақын досыңыз болмауы қажет. Соған мұқият болыңыздар. Келесі құжат бұл сіздің бағаларыңыз, транскрипт дейді ғой, яғни қосымшасы, барлық бағалары жазылған транскриптті жібересіз. Бұл транскриптте, сіздің бағаларыңыз жазылған транскриптте міндетті түрде университеттің мөрі болу керек және деканның қолы болу керек, сонда ғана ол қабылданады. Және де ол міндетті түрде ағылшын тіліне аударылған болуы қажет. Ал ағылшын тіліне сіз өзіңізде аударып, аудармасын қоса жіберсеңіз болады. Және де келесі құжат бұл
паспорттың көшірмесі. Сіз барлық сұраққа жауап беріп, қажетті құжаттардың, сұралған құжаттардың барлығын жүктегеннен кейін сабмитті басасыз. Сабмитті баспай тұрып, барлық ақпаратты қайта тексеріп шығуыңызды және жүктелген құжаттардың дұрыстығына көз жеткізуіңізге кеңес беремін. Себебі сіз сабмитті басқаннан кейін ешқандай ақпаратты өзгерте алмайсыз, ешқандай құжатты қайта жүктей алмайсыз. Сондықтан да мұқият болыңыз. Яғни сіз анкетаны онлайн толтырып болғаннан кейін сіздің барлық құжаттарыңызды арнайы комиссия қарайтын болады. Егер сізге мотивациялық хатыңыз және сізге берген мінездеме ұнайтын болса, онда сіз келесі турға өтесіз. Келесі турға өткен болсаңыз, онда сіз TOEFL тапсыруыңыз қажет. Уайымдамаңыз, бұл TOEFL ақш елшілігімен қаржыландырады, яғни ақштың Қазақстандағы елшілігі, нақты Астанада орналасқан елшілігінің қаржыландыруымен осы TOEFL-ды тапсырасыз. Егер бұл нәтижесі жақсы болатын болса, онда сіз интервьюге шақырту аласыз. Интервьюдан да өткен болсаңыз, онда бұл бағдарлама бойынша сіз бір семестр Америкада оқуға мүмкіндік аласыз. Мен сіздерге бір нәрсені айтып өтейін. Келесі нақты шешімді бұл Вашингтондағы мемлекеттік департамент білім және мәдениет бюросында шешім қабылданады. Нақты шешімді солар қабылдайды. Егер сізді бұл бағдарламаға лайық деп тапса, онда сіз бір семестр толық сізді осы бағдарлама қаржыландырады. Бағдарламаның стипендия иегерлеріне де талаптары бар. Бұл біріншіден, сіз университетті өзіңіз таңдай алмайсыз. Яғни бағдарлама сіздің мамандығыңыз бойынша сізге лайық деп тапқан университетке оқуға міндеттелесіз. Бұл бір. Екіншіден, сіздің оқу үлгеріміңіз жақсы болу қажет. Яғни GPA-ңіз 2-ден төмен болмауы керек. Егер сіздің GPA-ңіз 2-ден төмен болатын болса, сіз үй тапсырмасын орындамай және де сабаққа бармаған болсаңыз, онда автоматты түрде бұл стипендиядан айырыласыз. Бір семестрде міндетті түрде бір Америкаға қатысты бір сабақ алуыңыз қажет. Ол мәселен Америка мәдениеті болуы мүмкін, немесе Америка тарихы болуы мүмкін, және 20 сағат сіз қоғамдық жұмысқа араласуыңыз керек. Және де сіз тек бір семестр ғана бұл университетте оқығандықтан, сондықтан да бұл ақш университетінің дипломын сіз ала алмайсыз. Яғни бұл тек қана сіздің жаңағы тәжірибе алмасу, ақш мәдениетімен жақын таныстыру мақсатында жасалған бағдарлама. Сондықтан да сіз бір семестрді Америкада оқып, екінші семестрді Қазақстанға қайтып оралып, Қазақстан университетінің дипломын алуыңыз керек болады. Бұл бағдарлама қандай үміткерлерді іздейді, соған тоқталып өтейік. Бұл мотивациясы жоғары, яғни ақшта оқығысы келетін нақты мақсаты бар, және де университетте сабағын жақсы оқитын, әрине, сонымен қатар университеттегі сабақтан бөлек қоғамдық жұмыстарға да белсене араласатын, сондай бір белсенді, өзінің көшбасшылық, ұйымдастырушылық қасиеті жоғары студенттерді іздейді. Сондықтан да егер сіз бірінші, екінші немесе үшінші курс студенті болсаңыз, және де болашақта осы бағдарлама бойынша бір семестр Америкада оқу жоспарыңызда болса, онда қазірден бастап өзіңіздің GPA-ңізді көтеріп, сабақты жақсы оқып, және де басқа да қоғамдық жұмыстарға араласып, өзіңіздің көптеген қырларыңызды ашатын, сізге мотивациялық хатқа да, сізге мінездеме беруге де жақсы қырынан танытатын жан-жақты дамуға кеңес беремін. Осы бағдарлама бойынша құжат тапсыруға шешім қабылдағандар болса, онда сәттілік тілеймін, сәттілік серігіңіз болсын. Ал менің Instagram каналыма да жазылуды ұмытпаңыздар. Ол жерде мен Америкада өткерген қызықты оқиғалармен, қызықты тәжірибелермен бөлісемін, және де әрине пайдалы ақпараттарды ол жерде өте көп. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осы ақпаратын пайдалы деп тапсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.